Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Біз Риядус Солихиннің Нусхатул Муттақин деген шархын оқударға жалғастырамыз. Біз Муджахада кітабын бастаған едік, яғни бабын. Алдында біз осы жақсылыққа жарысу бабы, соны жалғастырайық. Сол жақсылыққа жарысу бабын біткеннен кейін Құдай қаласа Муджахада, яғни нәпсімен күрес бабын бастайтын боламыз. Жақсы, бұл баптың 6-шы хадисін оқитын болсақ, Ан Зубайр ибн Ади радиаллаху анху, Зубайр ибн Адидан жеткізілген хадисте, жалпы сондай бір хабарда, ол кісі айтады. Атайна Анас ибн Маликқа келіп, қасына жолықтық дейді. Фашакауна илайхи ма налқа минал хаджаж. Білесіздер, Әл-Хаджаж ибн Юсуф деген үлкен әкім болған ислам тарихында. Ол кісі бірақ кішкене өзінің залымдығымен танымал болған халық арасында. Сол кісі Хаджаж ибн Юсуфтан бізге не бір қиыншылықтар келіп жатыр деп шағымданып келеді Анас ибн Маликке. Жаңағы Зубайр ибн Ади деген кісі. Сонда білесіз бе, Анас ибн Малик не деп жауап берген, былай деп айтқан екен. Испиру, фа иннаху ла яти алейкум заманун илля валлази ба'даху шаррун минху хатта талқау раббакум дейді. Сабыр етіңдер дейді. Сабыр етіңдер сол қиыншылыққа. Шындығында осы сендерге сондай бір заман келеді дейді. Аллаға ант етейін дейді. Валлази, яғни илля валлази ба'даху, осы нәрседен кейін, осы бір сендердің басыңа келіп жатқан, Хаджаждың қолынан келіп жатқан сендерге зияннан кейін, сондай бір қиыншылық, жаман нәрсе келеді дейді. Сол күйінде сендер Раббыларыңа аттанып кетесіңдер дейді. Яғни сол күйінде сендер ақыретке аттанасыңдар деп айтқан екен. Енді бұл хадисті Бұхари жеткізген. Бұл хадистен не түсінеміз біз? Бұл хадистен түсінетін нәрсеміз жалпы қандай да бір қиыншылық болса, соған сабыр ету керек екендігін түсінеміз. Қандай да бір қиыншылық болса, сабыр ету керек. Және де жақсы амалдарға тезірек асығу керек екендігін түсінеді екенбіз. Қалай? Өйткені Анас ибн Малик радиаллаху анху не дейді? Бұлай деп сол жаңағы сөз жеткізген кезде, сендерді мына істеп атқан, бастарынан өтіп атқан қиыншылық ол қиыншылық емес дейді. Алда келеді дейді қиыншылықтар. Соншалықты қиыншылық, жаманшылық келеді. Сол күйінде сендер ақыретке, қияметке аттанып кетесіңдер дейді. Яғни ақыр замандағы күнәларды айтып жатыр. Ақыр замандағы фитналарды айтып жатыр. Соншалықты күнә атаулы жер бетін жайылып кетеді. Адам сол күнәға белшесіне батып, ақыретіне аттанып кетеді деп жатыр. Яғни сондай күнә көп болады, адам сауап істейтін нәрсе қалмайды да. Сауап істелмей қалатын нәрселер бар. Сондай кезде, сондай бір қиыншылық келмей тұрып, сауапты істі, жақсы амалдарды тезірек істеп қалыңдар деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ескертіп жатыр. Осындай Анас ибн Маликтің Пайғамбар саллаллаху алейхи сөзін жеткізіп жатыр. Енді тағы да алатын пайда осы хадистен әл-ихбару би анна ма яти миназ замани ашақу аля наси мимма ямди. Жалпы біз бұл хадистен түсінетініміз, адам баласының көріп жатқан қиыншылығынан да өте ауыр болатын қиыншылық қияметке жақын келетіндігін хабар беріп жатыр. Сондықтан да бұрынғы заманда көрген қиыншылықтар ақыр заманға қарай келген адамның қиыншылықтарымен тең келмейді екен. Яғни ақыр заманның қиыншылығы, күнә, фитнасы өте ауыр болады. Осы нәрседен бізге хабар беріп жатыр. Ары қарай тағы да бұл хадистен алатын бізге пайда әл-ишарату илантишарил фасади ахир заман дейді. Яғни ақыр заманда бозғыншылық, фасадтар, бозғыншылық, азғындаушылардың барлығы кең етек жайылатындығына ишара бар дейді осыдан. Осы хадистен түсінетініміз сондай ишара бар екен.
Енді келесі хадис жетінші. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху, Абу Хурайрадан жеткізілген хадисте, анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам қал, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам былай деп айтады: бадиру бил а'мали саб'ан, 7 нәрседен бұрын жақсы амалдарды істеп, тезірек істеп қалыңдар дейді. 7 нәрседен бұрын деп жатыр да, 7 нәрседен бұрын. Ол қандай нәрсе? Хәл тантазируна илля фақран мунсиян, сендер не? Сендерді ұмыттырып жіберетін бір кедейшілікті күтіп тұрсыңдар ма деп жатыр да, пайғамбар. Бірінші нәрсе, ұмыттырып жіберетін кедейшілік дейді. Бұл жерде ұмыттырып жібереді деген не мағынада? Яғни адам соншалықты кедейлікке душар болған кезде Құдай тағаласы ұмытып кетуі мүмкін да. Құдай тағаласы ұмытып кетуі мүмкін. Соншалықты уайым қайғыға салынып кетеді да. Сондай ұмытып жіберетін кедейшіліктен алдын сауапты істерді істеп қалдар дейді. Екінші, ау ғинан мутғиян дейді. Шектен шығып кететін, білесіз ба? Жаңағы шектен шығып кететін, күнәні белшесінен істеп Құдайны ұмытып кететін, байлық келмей тұрып несе дейді, көптеген салих амалдар жасап қалды дейді. Міне, енді тағы да нәрсе, ол күнәні соншалықты мутғи деген, Аллах тағаланың жаңағы тыйымдарынан тосылмай, жақсылықтарын істемей, шектен шығып, азғындап кететін, азғындыққа алып баратын байлық қой. Сондай байлықтың келуінен бұрын жақсылық қылып жатыр да. Бұл екінші. Үшіншісі қандай? Үшіншісі марадан муфсиден дейді. Білесіз, қандай ауру келген дейді? Сізді соншалықты құртып жіберетін, соншалықты бір өте қатты ауру келу, ол өте қатты аурудың келуі де адамзат үшін өте қиын. Құлшылық ғибадат жасаймай қалады. Жүріп тұра алмай қалатындай жағдайға жетеді адам. Соншалықты өте қиын жағдайға, ауруға душар болу, ол да үлкен фитна. Сондықтан ары қарай жалғастырып жатыр пайғамбар хараман мунфиден дейді. Қандай естен алжасып, алжып кететіндей жаңағыдай қарттық. Адам шыны керек, Құдай сақтасын, енді көп жасаған жақсы ғой, жасымыз көп болған, бірақ алжып кететін болса, аузына келген нәрсені оттап кететін болса, ол да жаман да, ол да жаман. Сондықтан алжып кететін қарттықтан келуден бұрын жақсылық жасап үлгеріп қал деп жатыр пайғамбар. Сосын келесісі маутан мужхизан. Маутан мужхизан дегенді қалай түсінеміз? Бұл деген аяқ астынан келетін, тапа-тал күтпеген тұста келетін өлім дейді. Міне бұндай өлімнен де Құдай сақтасын, аяқ астынан тап беретін өлім. Бұл өлімді келмей тұрып не істеңдер дейді? Жақсы амалдар жасап қалыңдар деп жатыр пайғамбар. Бұл әрбір адамның басынан өтуі мүмкін бұндай. Ешкім кепілдік беремейді, мен аяқ астынан өлмеймін, өлетін болсам қартайып өлемін деп. Ешкім кепілдік бермейді. Сондықтан осындай өлім келмей тұрып, жақсы амалдар жасап қал деп пайғамбар не істеп жатыр? Бізге насихат жасап жатыр да. Немесе дәджәл келместен бұрын дейді. Ақыр заманға қарай дәджәл деген, тажал дейді ғой қазақтар. Сол дәджәл деген кәпір, өзін Құдай деп есептейтін адам келеді екен ақыр заманда. Ойлаңызшы, сол кезде адам тарихта басынан өтпеген өте қиын сынақ сол болады. Ойлаңыз, ең ауыр сынақ сол болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өзі де көз тірісінде сол дәджәлдің фитнасынан, бүлігінен Құдай тағалаға жалбарынып, сыйынып өткен да. Және де бізге де сол дәджәлдің фитнасынан сыйыныңдар деп өсиет етіп кеткен. Сондықтан дәджәлдің несі фитнасы өте ауыр, өте ұлы болады. Бұл дәджәлдің фитнасы мына
біз енді болашақты ғайыпты білмейміз ғой. Ғайыпты пайғамбар алейхиссалам айтып кеткен, ескертіп. Мысалы, мынандай ғайыптар болады, болашақта ақырзаман болатындығын пайғамбар алейхиссалам өз хадистерінде айтып кетті, иә, Құран Кәрімде де. Сол біз болашақта күтетін, болашақта орын алатын сондай ғайып нәрселердің ішіндегі ең жаманы осы дәджал екен, ойлаңыз. Осы дәджал сол келместен бұрын жасап қалыңдар дейді. Соңғысы ол қиямет қайым. Қиямет қайым келмей тұрып дейді. Яғни қиямет ол ең өте ауыр және де ең ащы болатын мезет деп жатыр. Сондықтан да осы уақыт келместен бұрын адам баласы не істеп қалу керек екен? Құдай тағаланың жақсылықтарын жасап, жақсылық жасап, сауап істеп, асығып үлгеріп қалу керек екен. Енді қараңыз, 7 нәрсені айттық біз. Осы 7 нәрсе келместен бұрын жақсы нәрселерге асығыңдар деп жатыр пайғамбар алейхиссалам. Тағы да қайталап өтемін. Бірінші қандай нәрсе? Бірінші қараңыз. Құдай тағаланы ұмыттыртып жіберетіндей деңгейде қатты кедейлікке ұшырау. Екінші, Аллах тағаланың бұйырған нәрселерін орындамай шектен шығып кететіндей деңгейде азғындыққа алып баратын байлық. Үшіншісі, адамды соншалықты құрдымға кетіретін ауру. Адам соншалықты тұра алмай қалады аурудан. Жатып қалады, құлшылық ибадат жасай алмай қалуы мүмкін. Сондай ауру дейді. Сосын ақылынан алжасып қалатындай деңгейдегі қарттық деп жатыр. Бесіншісі қандай? Ол аяқ астынан келетін өлім. Алтыншысы дәджал. Жетіншісі ол қиямет қайым екен. Сондықтан да осы уақыт келместен бұрын жақсы ізгі амал жасап қалыңдар деп пайғамбар алейхиссалам бізге ескертіп жатыр. Енді бұл хадисте не түсінеміз? Жалпы дәджалдан хабар беріп жатыр Аллах пайғамбар алейхиссалам. Ол қияметтің бір белгісі болып есептеледі. Және де бұл хадистен түсінетін нәрсеміз, бұл дүниенің азабы, бұл дүниенің қиыншылығы дейді, ақыреттің қиыншылығынан қарағанда өте жеңіл екендігін бұл хадистен түсінеміз. Сондықтан да пайғамбар алейхиссалам әдейі осындай қияметтің жаңағы уақыты, қияметтің сағаты өте ауыр болатындығы бізге ескертіп жатыр. Енді ары қарай тағы да не деп жатыр? Және де адам баласына жақсы амалдарды осындай бір қиын қыстау жеті бір кедергі келуден бұрын жақсы амалдар жасап қалу үшін тырысу керек екендігі түсінеміз. Енді сонымен қатар мұсылман адамға не істеу керек? Осындай бір жағдайлардан жақсы амалдарды жасап дайындалу керек. Пайда алып қалу керек. Көз тірісінде жағдайы бар кезде. Өйткені бұндай мұрсат біз сияқылды біздің осындай бір мұрсат жағдай әрқашанда бола бермейді. Білесіз ба? Адам басына бір қиындық түскен кезде, бір ауру түскен кезде адам өкінеді. Қабет деген денім сау болған кезде құлшылық жасап қалуым керек еді, көптеген сауапты істер істеп қалуым керек еді деп өкінеді. Мысалы, қазір сіз қаусаған қарт ақсақал кісіден сұрасаңыз, неге өкінесіз десеңіз, мен арақ ішкеніме, үйткеніме, бүйткеніме көбірек арақ ішуім керек еді, көбірек бүйтіп жүрім керек еді, қуып жүрім керек еді деп айтпайды. Керісінше, бәлки шіркін құлшылық ибадат жасап қалуым керек еді, намаз оқып қалуым керек еді деп өкінеді екен. Сондықтан да жақсы амалдарға біздің қазір мүмкіндігіміз бар, Аллаға шүкір. Сондықтан да көбірек жақсы амалдарды басымыз аман, деніміз сау күйімізді жасап қалуымыз Аллах тағала нәсіп етсін. Сонымен қатар мысалы енді не пайғамбар алейхиссалам бұл хадисінде қарайтын болсақ, мынандай нәрсе. Мысалы саудагердің өзі де саудагер. Ол бір белгілі бір үлкен бір пайдаға кенеліп қалу үшін бір белгілі бір маусым, белгілі бір уақыттарды пайдаланып қалады. Солай ғой. Мысалы саудагерлер, диқаншылар, егін егетіндер, олар күздің кезінде өздерінің сауда саттығын сатып пайдаға кенеледі. Дәл сол сияқылды сондай уақыттар бар. Саудагерлердің саудаға пайдаға кенелетін.
Дәл сол сияқты мұсылман адамда да көптеген сауапты істерге кенеліп қалатын уақыт ол жастық шақ. Деніңіздің сау кезі, басыңыздың аман кезі. Осы кезде көптеген құлшылықтар жасап қалу керек. Ертең әртүрлі кедергілер, жаңағы айтқандай 7 кедергі орын алған кезде адам баласы сол жақсылыққа жете алмай қалады екен. Сондықтан да Аллах тағала баршамызды өзінің салихалы ізгі амалдарын жасайтын, сол амалдарды асыға жасайтын құлдарының қатарына қылсын. Субханакаллаху бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирук ва натубу илейк.